Абай атамыздың бірінші қара сөзі. Бұл қара сөздің жазылғанына біраз уақыт өтті, бірақ әлі күнге дейін бұл қара сөздің біздің өмірімізден алатын орны ерекше. Бұл қара сөздің әр сөзі бізді терең ойға салады. Абай атамыз бұл қара сөзінде өзінің кезеңін, яғни өзінің өмір сүрген кезеңін сипаттап, бізді де терең ойлануға шақырады. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтысып тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайран. Ел бағу? Жоқ. Елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан? Көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ. Баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ. Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсіз де кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тарқатсар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім. Қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай харекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімнің пайдасын тыныштықпенен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді де біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым. Ойыма келген нәрселерді ақ қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Егер біреу керек сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керек емес десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Абай атамыз өз өмірін сипаттай отырып, қоғамның күйін ашып, біздің де өмірімізді қалай сүру керек екенімізді, қандай жолды таңдау керек екенімізді ойлануға шақырады. Бұл қара сөзінде біз өз заманымызға сай қандай бағытты таңдау керек екеніміз анық баяндалады.